Сәлем баршаға, жаңа жылдағы алғашқы видео Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер. Бәріміз T2X платформасындағы Cherry Tiggo 9-ды күтіп жүргенімізде JQ хоппана деп келе қалды. J8, J7-нің жанына үндемей тұра қалған. Қарсы алыңыздар, JQ J8. Өткенде ғана айттым ғой, қытайлар барған сайын бір-біріне ұқсап бара жатыр. Полторашка турбомотор, робот немесе вариатор және электронды компьютер. Ара жігін ашып ажырату үшін сіздерде мен бармын. Сол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазыңыздаршы. Өтініш. Қай ракурстан қарасаң да J8 сүйкімсіз емес. Дизайнер әбден жұмыс істеген. Өте жинақы, шымыр, премиалды көрінеді. Бүкісі бар адамның қолына түскен ау. Көлемі Kia Sorento-дан сәл ірі. Ұзындығы 4820, ені 1930, биіктігі 1710 мм. Дөңгелек базасы 2820 мм. J8-дің екі түсті версиясы назарыңызда, төбесі қараланған. Cherry компаниясы өз зауытында Land Rover автомобилін құрастырып жатқанын мақтан тұтады. Әзірлеушілер премиалды брендтің көптеген элементтерін стилистикада қайталауға тырысып жатыр. Бамперде аэродинамикалық элементтер, алдында артында парктрониктер, периметрінде хром детальдар өте көп. Толықтай жарық диодты ақылды оптика, күндізгі жүріс шырағы LED. Әзірлеушілер Мерседеске қарап шабыттанғаны көрініп тұр. Төменгі ернеуін қараңыз, GLS. Грильше, радиатор торы AMG стилінде орындалған. Жалпы тұмсығы өте жоян. Турбо үдеткіші бар заманауи көліктердің ортақ кемшілігі турбояма. Енді ол түсінікті, техникалық мінездемесі сондай. Осы тұрғыда J8-дің бапталуы ұнады. Газ педалына реакциясы жылдам. Қараңыздар, басып қалдым, пергілетеді. Яғни өндіруші қарқын алар сәтте жоғалатын секундтармен күресіп жатыр. Бұл процесті бақылау өте қызық. Бастапқы комплектациясы 6 қауіпсіздік жастығымен жабдықталған. Эко былғары 2 аймақтық климат контроль. Панорамалы шатыр, орындық жылыту, меңгерік пен әйнек жылыту, электро жетекті орындықтар, Apple CarPlay, Android Auto 20 дюймдық дисклер. Мұндай JQ-дің бағасы 15 миллион 690 мың теңге. Бір лимон артық төлесеңіз, лакшери комплектация істет. Әне кетті, проекция, электронды көмекшілер, екінші қатар орындығының жылытуы және тағы басқа. Шолудағы максималкада ең сапалы былғары, айрбэгі бар. Жүргізуші мен жолаушы арасында қосымша қауіпсіздік жастығы. Төбеде алькантара, штаттық видеорегистратор, премиалды аудиосистема, атаманка, массаж, дискотека. Артқы дөңгелектерге 2 муфта қойылған. Толық жетек трансмиссиясы. Комплектация атауы премиум, бағасы 18 миллион 190 мың теңге. Мәджиги салон действительно қымбат орындалған. Сапалы материалдар, фактуралы пластик, жұмсақ пластик, рояль лагы, алюминий, төбеде алькантара, 12-де 3 дюймдық монитор. Ортада минимализм, бірақ ең керекті функциялардың түймелері жеке шығарылыпты. Орындықты жылыту, алдыңғы әйнекті жылыту батырмасы. Жүріс режимін шайбаның көмегімен таңдаймыз. Режим снег. Sport, Snow, Mood, Sand, Off-Road. Музыканың дыбысын роликтің көмегімен реттейміз. Мүлдем экранды өшіріп тастағыңыз келсе, бір рет басып қалу жеткілікті. 2 стақан қойғыш, 2 телефонға орын бар, сол жақтағысы смартфон қуаттайды. Mercedes стилінде ашылатын шынтақ тіреуіш. Бұл суытылатын бокс. Жалпы Mercedes-Benz-ті еске түсіретін детальдарды тізіп шықсам, ол панельдегі дефлекторлер, жүріс бағытын таңдауға көмектесетін мынандай иінтірек, және орындық баптауға көмектесетін электронды блок. 4 есікте батырманың көмегімен ашылады. X-Seat-тен келген фишка. Орындықтары өте ыңғайлы, массивті, диваны ұзын, оң жақтағы жолаушы атаманкасын шығара алады. Ол ма? Массаж функциясы бар ғой, құдай-ау. Стандарт, релакс, компрессия, толқын, неше түрлі режимдер бар. Автомобиль баптауын таңдап, ассистентке кіреміз. Қауіпті ескерту, автоматты тоқтау, керек кезде соққыдан шетке алып қашу функциясы бар екен. Алдыңғы артқы көліктің әрекетін бақылау опциясы бар, және стандарт бойынша соқыр аймақты бақылау функциясы қосулы. Кемшілігім ба? Айтам ғой. Көптеген маңызды функциялар экранға енгізілгені ұнамайды. Климат контрольдің бапталуы, рөлдің жылыту функциясының түймесі жеке шығарылу керек қой.
540 камерасы четко жұмыс істеп тұр. HD форматында да көрсетеді және ең қажетті аймақтарды осылай тамашалаймыз. Қозғалтқыш көлемін кім табады? Жоқ, қателестің досым. 1,5 литр деген ол лимонад. Нағыз сок 2 литрден басталады. Қытайлық спецификацияда SQRF 4G20C 261 ат күшін және 400 ньютон-метр момент береді. Ал біздің нарықта мотор 249 ат күшіне дейін тұншықтырылған. Бұл Chery'дің үздік моторы. Ара-тұра шағымдар бар шығар, майын уақытылы ауыстырсаң бәрі жақсы болады. Гарантия өте маңызды нәрсе. Тура ос қозғалтқыш Exit VX пен RX-те орнатылған. Блок алюмин, гильза шойын. Гидротрансформатор деп айтқым келіп еді? Жоқ. Getrack DCT 400 преселектив роботы. Айтпақшы, мінезі жаман емес. G8 жылдамдықты бір қалыпты жұмса қалады. Айта кетейін, Exit RX-те классикалық автомат қойылған. Сол үшін қарқыны нашарлады. 7-6 секундтан 8-6 секундқа түсіп кетті. Роботтың да өз плюстары бар ғой. Сұйық отында аз тұтынады, динамикасы әлде қайда жақсы. Нақты премиум жиынтығының басты артықшылығы торк векторинг. Артқы дифференциал корпусында 2 муфта орнатылған, соның арқасында оң жақ, сол жақ дөңгелек арасындағы момент тәуелсіз үлестіріледі. Мұндай системаны бірінші боп немістер қолданған. Расын айтқанда әзірлемесі мен өндірісі жүдә қымбат технология. Торк векторинг машинаны бұрылысқа керемет кіргізеді. Жалпақ тілмен айтқанда көлік ыңғайы келсе 2 емес 3 дөңгелекті айналдыра алады. Аталмыш жүйе тар жол тайғақ кешуде кедергі еңсеруін жақсартып, қауіпсіздігін арттырады. Стандарт бойынша алдыңғы жолаушының намысын таптап бүктейміз. Қытайлық брендтер неліктен BMW, Audi, Mercedes-ті ұзартқандай өздерінің лонг версиясын жасамайды? Ойланып көрдіңіздер ме? Өйткені бірден аяққа көп орын қалдырады. Орындық жылытудың 3 диапазоны бар, жеке климат контроль, премиалдыққа меңзейтін пердесі мінекей, шынтақ тіреуіш, ұзын диван, комфорт баршылық. Электрожетекті жүк салғыш қақпағы дар базадай жалпақ екен. Біздің техникамыз спокойно сейіп тұр. Олымның клюшкасы. Бұл біраз көрсеткіш. Органайзерде не бар? Докатка емес, толыққанды 5-ші дөңгелек лайк сабвуфер осында бір сөзбен бір талай зат сейіп тұр. Проекцияның түсі мен шрифті әдем таңдалған. Жасыл мен ақшыл көк. Күндіз түні жақсы оқылады. T2X индексі берілген жаңа платформаның бір үлкен артықшылығы электронды басқарылатын амортизаторлар. G8 резко тоқтай бастағанда тұмсығымен жер сүзбейді. Оның 3 жұмыс режимі бар. Айтпақшы, дыбыс изоляциясы достойный. Мінекей, салонға сырттан артық дыбыс кіріп жатқан жоқ. Әйнектері қосарлы. Адаптивті круиз контроль, аралық бақылау, жолақта ұстау системасы жұмыс істеп тұр. Биік отырасың, озық технология қолданылған, сапалы материалдар. Машина расымен де премиалды сезім береді. Көлік туралы ақпаратты экраннан білу бір бөлек. Автомобильді тексеріп мініп көрсеңіздер, тест-драйвқа жазылу функциясы бар. Дәл осы көлікті айтып тұрған жоқпын, жалпы кез келген машинаға мініп көруге болады. Ол үшін дилерлік орталыққа бару керек. Бағасы қымбат дейсіз бе? Ағайын, қазір $500 құны 268 мың теңге. Шотам, өкінішті әрине, айлық жалақың 250 мың теңге болса, мұндай көлікті армандамай қой. Досым, сенің айлық жалақың өмір бойы жинаған тәжірибең мен біліміңнің қосындысы. Бар болайық, бай болайық.